Әр түрлі жастағы көрермендерге арналған фильм. Arman kıyalsa barada, dostlar bizde şakırar. Koңыраулы қаланың күлдіргі тұрғындары, шақырады сіздерді қоңыраулар еліне. Koңыраулы қаланың тұрғындары көңілді, шақырады достықпен көркейтуге өмірді. Koңыраулы қаланың тұрғындары көңілді, шақырады сіздерді көркейтуге өмірді. Отырып қалыппын ғой. Ал қалай? Шытырман әдебиет апталығы аяқталды ма? Сен болмасаң бір түрлі қызықсыз болып қалады екен. Иә, Рас па? Сен өмір жалықпайды екен деп ойласам. шын мәнде еш жерге сыймай қайттым. Иә. Аналарды қара. Кімдерді көріп тұрмын? Мынаны қара. Көрмей кеттің ғой, достым. Бұл жерге тіпті әңгіме айтудың да қажеті жоқ. Әдемісін ай. Әй, данышпан, менің көрмеме келуді ұмытпа. Міндетті түрде келем. Жұрттың бәрі не деген ақ көңіл, мейірімді. Түх! Көрмеме келуді ұмытпа. Бе, жалықтырып жібермей ме? Сәлем, Панкрат. Үйге кіріп бәлі шеп кет. Бүлдірген қосқан бәліш болар. Бардағы Манюняның бәлішін жымқырып кет. Қызық болсын. Не үшін сұрасам да бере салады ғой. Қараш, Манюня, маған бәлішінен бір тілік берші. Өтінем. Ай, расында да жалығып кеттім. Кітаптағы өмір басқа. Неге болмасқа? Мен қалаға жан бітірейін. Ваня, сен жауыз құлтемір жасай аласың ба? Қаныпезер жауыз робот болса. Ойына не келсе соны істейтін. Әзіл ғой. Қолыңнан келетін беді. Көре, тек дәл қазір емес. Дәл қазір мен көмекші робот жасап жатырмын. Мен үшін сол маңыздырақ. Жасай алмасаң амал қанша. Бәрін өз қолыма алуыма тура келеді. Жалықтырған қаланы құтқаратын кез келді. Панкраттың келер қолынан. Достарының оған көзі жеткен. Тартты сыйға ол мына. Ол мына. Ватербас. Дайын болды. Енді Джингл Ситиде тұңғыш рет жауыз пайда болады. Оның есімі Қара Панкрат. Жоқ, жұрттың бәрі мен екенімді біліп қоятын шығар. Қара П болсын. Керемет. Ой, құпия сырға толы тонау. Жауыздың иығына түсер ауыртпалық көп екен ғой. Шырын сығатын құрылғым зілдей. Не деген жауыздық?
Әзілің бе? Шырын сығатын құрылғыны тонап не көрінді? Тонаған жоқ. Есігімнің алдындағы баспалдаққа дейін сүйретіп алып келді. Көмектесіп, есімін атамай жасырып қалды. Кім екенін мен білемін. Кім? Ержүрек әрі мейірімді Ханзада. Меніңше, Федюня. Әне өзі келді. Хей, батыр! Мен шынымен жан түршігетіндей бір жауыздық жасауым керек. Дәл солай. Жоқ. Кейін бәрін бұрынғы қалпына қайтарам. Мәселе қозғалса, оған итермелеуде. Төбен көкке жеткенде болады. Тыныш. Мен сендерге соны сыйлайым. Ой, ауырып кетті ғой. Екіншіден, әсемдікті жоқ қылу. Қане көрек. Бам! Мынау ойға келмеген ғажап қой. Қараңдаршы, не декен бояу? О, батыл секен. Кімнің секенін білмеймін. Бірақ бәсекелесім бар екен айдан анық болды. Не дейді? Болды. Зұлымның не екенін көрсететін уақыт келді. Үшіншіден, сұмдық, үрей, ақыр заман. Әлі көресіңдер. Басқаша сайрап кетесіңдер. Ондай сахнаны көргенде шектеріңді тартып өздерің көресіңдер. Бейтаныс, ержүрек батыр тапқан екесіңдер. Сендерге үрей тудыратын қойылым қойып берейін. Кеттік. Да-да! Панкрат, мұнда екенсің ғой. Не боп жатыр? Бұл жүрек жұтқан көмекшіміздің ісі ғой. Гүл мерекесінен кейін сахнаны бұза алмай жүргенімізге 2 апта болды. Жүралмай кеткенбіз. Енді міне. Не? Панкрат, мұнда неге салбырап Мен емес. тұрсың? Ол басқа. Үстіңдегі киімің не? Мен сіз танымаймын. Не боп қалды? Қара киген ержүрек сен екенсің ғой. Қайдағы ержүректі айтасың? Ей, достар, мен қара киген белгісіз жан таптым. Кім екенін табыңдаршы? Ол Панкрат! Жарайсың, Панкрат! Панкрат, бізге неге айтпадың? Өйткені мен ержүрек батыр емеспін. Қанпезермін. Жауызбын. Мә, саған жаңалық деп осын айт. Жоқ, керек жоқ. Мұнда еске шабыт берген еді. Болашақта да осы істі жалғастыратын ойыңыз бар ма? Мен... Достым, сен мыжың екен деп жүрсем, жаратушы екенсің ғой. Меніңше, ақылдасып ойлан, бірлесіп, көрме ашуымыз керек. Жетер енді. Мен ержүрек емеспін. Мен жауыздық жасағанмын. Бұ, қала бір сергісін деп едім. Қолымнан түк те келмеді. Оның не? Нағыз жытырман болды. Әрі құпия сырға толы болды. Шырын сығатын құрылғыны кім әкелтеп қанша уақыт бас қатырғанды білсең. Рас па?
Әрине рас. Қоршауды бояғаның тіпті керемет. Күтпеген жерден тосын сый болды. Жарайды, олай болса тағы бір көрейін. Тоқта. Біле білсең, Джингл Ситидегі шытырман оқиғаларға мен жауаптымын. Сондықтан жауыздар демала берсін. Фильм Қазақстан РТРК акционерлік қоғамының тапсырысы бойынша аударылып дыбысталған. 2017 жыл. Қоңыраулы қала. Бас аспаз. Сәлем, мына керемет есім орнымды жарып барады. Маған тездет дәмді ас берші, жылдан болсаң шыққане. Қайда асық барасың? Бір мәселені тездет шешуім керек. Панкрат болса маған әлгі не дейді, қалай еді? Қысқасы, дәмді тамақ жеген соң жақсы ой келеді. Иә, солай. Иә. Содан не туралы ойланбақсың? Мынау не? Балықтың тұзығы әзірше дайын болған жоқ. Айтпақшы, дәмін көр деп сені ешкім шақырған жоқ. Бәріне бұрын тәртіп болу керек. Тәртіп болмаса ше, сонда қайтесің? Ондай жағдайда бір шара бар. Оқтым, түсінікті. Жарайды, сенен аяғанды ичесің. Рахмет, не деген ақ көңіл едің. Манюня, маған кәмпит берсең, міндетті түрде сенімен бөлсемін. Кәмпит бермесем ше? Онда бөлсетін түк деп алмайды. Түсінікті. Сонымен не туралы ойланам деп жатыр едің? Енді ойлана бастадым. Немен айналсам екен, жалығып кеттім бәрінен. Өзіңе бір жұмыс тап. Мәселен, мен жұмыс істеймін, сондықтан жалығып ерігетін уақытым жоқ. О, дұрыс айтасың. Мен саған көмектесейін. Иә, көмектесемін. Мұның не? Сенің барынан жоғың артық. Білдіргенді ғана білесің. Не деген керемет. Ұлпақар жауып тұрғандай. Керемет дейді. Бедакур, бұрынғы әдетіңді бастадың. Тап қазір түшпараның ішіндегі салмасыдай боп жатырсың. Үсті басың ұн. Дәл солай, тура таптың. Мен жан біткен сөйлейтін түшпарамын. Тыңдашы, маған бір ой келді. Мені тоңазытқышқа отырғызшы. Үйіңе мейман келсе, тоңазытқышты ашып, бұл не дейсің? Сонда мен секіріп шығамын. Тапқан екенсің, сен тоңазытқышқа жақындатсың. Бітті, аш қалдық дей бер. Бәрін жемей, өтірік айтсам, Бедакур атым өшсін. Бәрін жесем, қарным жарылады ғой. Сен шамаңды білмейді екенсің. Жақсы тамақ қалғанша жаман қарын жарылсын дегендей. Бәрін жалмап кетесің. Мынауың табылған ақыл екен. Суық ақыл ойды жақсы сергітеді дейді. Бірақ біреулердің сергітетіне ақыл ой аздау. Суықтан тіпті ойлана алмай қалар. Сәлем, Анюня. Сәлем, Котя. Мынау не? Бірі не өзі? Мынау жаңалық қой. Бедакур біраз тоңазытқышта отырам деп шешті. Несі бар? Мен аздап үйді жинастыра білгердім. Қой, сүт екен десем, қыша болып шықты ғой. Қышаны көрінетін жерге қоям екен. Қозы қарныма оба болды. Қышаң ішімді удай аштып жіберді. Олай болса рұқсатсыз еш нәрсеге тиіспе. Қайдағы қой сүт, қайдағы қышаны айт кеттіңдер. Манюне сұхбат алып суретке түсірем деп едім ғой. Ұмыттың ба? Ертең газеттің бірінші бетіне Манюне қаламыздың бас аспазшысы деп басып шығарамыз. Бәлішті қайтемін. Сонда сөз қылып, оны кез келген жан әзірлей алады ғой. Мәселен, мен әзірлей алам. Дұрыс айтады. Жүрші енді өтінемін. Жүрші. Жарайды. Қағазда жазылғанда ірімшік пен пияз қосылған бәліш жасайсың. Міне, мұнда жазылған. Мұқият бол, шатастырып алма. Айтсам болды, мені білесің ғой. Білген соң ескертіп жатырмын. Мен аспазбын, ұлы аспазбын. Ас бөлменің иесі, қазан ошақтың билеушісі, ыдыс-аяқтың патшасы, бас аспаз Бедакурмын дәл солай. Не істеу керек еді? Қамыр илеу. Иә, солда сөз болып па? Опаңай, міне. Жібер, босат. Солай ма? Қап сені ме? Көрсетейін саған.
ас әзірлеу деген оңай шаруа емес екен. Ішім айналып кетті ғой. Қазір сенің де. Қолға түстің бе? Тамақты Манюняның өзі әзірлесін. Мен қолынан келетін іспен айналысайын. Аязби әліңді біл, құмырсқа жолыңды біл деп бекер айтпаған екен. Жазамыз. Неден бастарымды да білмеймін. Оқырмандарымыз басаспаздың басты ережелерін білгісі келеді. Басаспаз немі бәрін бақылап тұру керек. Сәлем, Манюнь. Өй, сен Манюня емессің ғой. Не болды? Ол маған аманат етіп кеткен. Көрдің бе? Бәліш әзірлеп жатырмын. Әзірлей аласың ба? Манюня маған бәліш әзірле деп сеніп тапсырып кетсе, демек әзірлей алам. Мәссаған, керемет қандай бәліш әзірлеп жатырсың? Көріп тұрған жоқсың ба? Ет қосқан бәліш. О, менің сүйіктасым. Көмектесейін бе? Манюня бұл шаруаны маған ғана сеніп тапсырып кетті. Дегенің болсын, көмектесе ғой. Алдымен тосаптың шаруасын бітірейін. Шама шарқыңды біл, соны ойдан шығарма. Аз нәрсені қанағат ет. Басаспас барынша сабырлы болуға тиіс. Басты ұстанымы сабырлылық пен сергектік. Ал, қалай? Болады. Мына түріңмен менің арқамда тамақ әзірлеуді үйреніп кетесің. Енді пешке саламын. Жоқ. Өзім салам, Панкратжан. Сен бара бер. 1 сағаттан соң кел. Дәмін қашан көреді? Манюня қайда? Котяға сұхбат беріп отыр. Маған бәліш пісіруді сеніп тапсырып кетті. Көрдің бе? Көмектесесің бе? Әрине. Олай болса кел, үстелдің үстінде әзірлеу әдісі бар. Тағы бір айта кететін жайт, азық-түлікті турау әдісі. Ол зергерлік өнермен пара-пар. Сәбізді жіптей, орам жапырақты шашақта етіп, жіңішке етіп турау керек. Ас бөлмесі айнадай жарқырап, таза болуға тиіс. Біздің кәсібімізде ең басты нәрсе ұқыптылық. Мұқият болып, азық-түліктің ең дәуірін таңдау керек. Ең бастысы, салауатты өмір салтын ұстану керек. Қант, кәмпит, шоколад аздап қосу керек. Нағыз аспаз оны ойдан шығармайды. Пешке салатын уақыт болдау деймін. Пешті тағы ыстайын. Тездетіп піссін. Қане көрейік. Я. Әлі ұзақ па? Сірдік. Көптен көп рахмет саған, Манюнь. Жақсы болды, тезірек қайтуым керек. Әлденеге алаңдап мазам болмай тұр. Бәлеш. Алаңдап тұрғанды қараш. Көрдің бе, бәрі ойдағыдай. Бедақұр айтса, сөзінде тұрады. Не қосып әзірледің? Ет қосылған. Жоға алма қосқан. Орам жапырақты қосқан сияқты. Шоколадта қосыпты. Мәссаған бәрін қоса салғансың ба? Несі бар? Бөлек-бөлек бәліш әзірлеп жүргеннен көрі біреуін жасай салдым. Біле білсең, бұл бәліштің әзірлеу әдісін мен ғана білем. Бас аспаз, бедақұрдың әдісі. Бірінші кім тәмін көреді? Менің бір тыр шаруам бар екен ғой. Ұмытып барады екен. Мен үйдегі электр араны өшірмей кеттім. Негізі аш емеспін, рас айтам. Ақыры бәрі тоқ екен. Дәмді бәліш әзірлейтін уақытым бар екен. Маған көмектесем дейтіндерің бар ма? Мен данышпамын. Дәмдісін ай. Не деген дәмді ас. Манюня, еңбектенгенім үшін маған сый сияпат бересің ғой. Сый сияпатты алдың ғой. Иә, бедақұрдың ас әзірлеуде құпиясыры болған бәрімізге де жақсы болды. Аш қалсаң қалатын шығарсың, бірақ ішің пысып жалықпайсың. Ол рас. Жарықты кім өшірді? Ей, бас болған түрінен болайын.
Фильм Қазақстан РТРК акционерлік қоғамының тапсырысы бойынша аударылып дыбысталған. 2017 жыл. Қоңыраулы қала. Ханшайым көйлегі. Сонымен бұлай. Содан соң мен шығып бұлай деймін. Не деймін? Не деймін сонда? Қоя тұршы. Содан соң шыға бастаймын. Тыңдаңыздар. Қазан ошақтың қаншасын қарсы алыңыздар. Теңдесі жоқ. Кім еді? Әлгі Манюня. Хоп. Қане, ошақ? Қазан? Дайын болды. Мінекей. Жеп ал. Қоясың ба жоқ па? Сахнамызға тыныштық бермедің ғой. Екінші рет қайталанып жатыр. Қашанғы қайталана береді? Ертең қойылым қоямыз. Сен болсаң, аяқтың астында оратылып жүрсің. Жұрттың мұрнына су жетпей сүріліп жүр. Сен ғана ерігіп жүрсің. Өтінем. Жоқ дедім. Қараш, бір-бірімен үйлесіп тұр ғой. Қара. Жоқ. Жоғары талғанды сән туындысынан қолыңды тарт. Енді сахнаға алып күш ес шығады. Ержүрек Федюняны қарсалайық. Бәрекелді. Көрсетілім кезінде көйлекті қуыршаққа кигізбей өзің киіп аласың ғой. Маған ауадай қажет болып тұрған түсіне алмай тұрсың. Міне қараш, міне былай айтам. Ол қаршыға содан соң мен қирап қалды. Тамаша, тура тірі жан тәрізді. Кеше Ваня екеуміз жарты күн әлек болдық. Ал қалай? Қуыршағын бере тұрасың ба? Өтінем. Жарайды. Енді біздің алып күш сарбазымыз ержүрек Федюня шығады. Қарсы алыңыздар. Ей, менің көйлегім ше. Көйлегімді Рахмет. қайтарыңдар. Көйлек. Тұрып. Федюня, абайла, бұл жоғары талғанды сән туындысы екенін ұмытпа. Солақ па? Мен сендерге көрсетейін. Қане бұлай тұрыңдар. Мә саған. Кез келгеніңді қиратам. Сақ бол. Сән үлгісі жанып жатыр. Менің шығатын кезегім еді. Сән көрсетілімі, Бедокур, Федюня, сендер. Фрося! Бедокур! Фрося! Фрося! Фрося. Фрося жан. Ча. Фрося, не болды саған? Не болу шет көрмей тұрсың ба? Күліп ойнап жатырмын. Жақсы болыпты. Енді болмағанда сары ойымға салынатын едім. Бәрі ойдағыдай болғанына шүкір. Тоқта, ойдағыдай болмай тұр ғой. Мен шыға алмайтын болдым. Сән үлгісін көрсетем деп едім, көздің жауын алатын ханшайым көйлегі. Ханшайым көйлегін жырғалап, ондайдың 100 000-ын тігесің әлі. Сахнаға ертең шығу керек. Сонда тіге алмайсың ба? Жоқ. Мүлде тіге алмайсың ба? Сәл ғана титтейде мүмкіндік болмай ма? Олай болса, көз жасыңды бұлаулап осында отыра бер. Сөзінің жаны бар. Мұнда отыра бергенен пайда жоқ. Кірісу керек. Кеттік. Дұрыс, абайла, бұл денемнің бір бөлігі. Фрося, көйлектің кірпік қаққанша жанып кеткен өмір көрген емеспін. Әңгімені бұдан бастамай-ақ қояйын. Қымбатты Фрося, менің кінәм жоқ, бәрін білдірген Бедокур. Тамаша, жұрттың бәрін кінәлі етіп. Фрося, өтінем кешірші. Ол өзінен өзі. Ол мені өмірі кешірмейді.
ішім пысты. Сәл шыда. Сәл шыда дегеніңе 1 сағат болды ғой. Қол қусырып отыру менің табиғатыма жат әрекет. Не дейсің? Жай әншейін алаңдамай қой. Мен болмасам қайтер едің. Менің бар болғаныма шүкір де. Фрося! Фрось! Үйде екеніңді білем. Есікті аш. Баршы. Фрося деймін. Ой. Бұл не? Көк ба? Менің жаңа көйлегім. Мына көйлек бір түрлі емес пе? Қарашы. Өртеп тастаған көйлектен кем емес. Ой! Не, керемет топ тұрмын ба? Қалай? Басың айналып есіңнен танатындай әдемін дедің ғой. Сұмдық. Біткен жерім осы. Меніңше жаман емес. Енді қайттым. Бұдан басқа пердем жоқ. Соны да әңгіме қып. Міне. Қой, тиспе! О, мінекей. Қаншайымдар шақпақ матадан көйлек кимейді. Қаншайымдар мақпал мен шілтерден тігілген көйлекке. Ой. Керек десең, мен киім ілгіш болып жалданған жоқпын. Кім боп? Не деуші еді әлгі... Қуыршақ болып. Бұлай болсын. Мен қолымнан келгенше көмектесін. Енді мына кісінің көмектесетін кезі келді. Аревар. Auf Wiedersehen. Мінекей! Бұл не? Жаңа көйлегіңе мата келдім. Мені мазақ қылып тұрсың ау деймін. Солай ма? Тұра тұрмаған бір ой келді. Тыңдаңыздар. Енді біздің басты көрсетілімізді тамашалаңыздар. Фросияның бірегей сән үлгісі. Қарсы алыңыздар. Я. Не деген дарынды? Бұл қиялға жайып қой. Сән үлгісі өзгерді. Бұл жаңалық қой. Керемет. Сән үлгісі де босын айт. Менің дәмді қаусырмам тәрізді. Бұл мен. Бәрін ойлап тапқан мен. Мен болмасам, мұндай сәнді көйлек тіге алмас еді. Сөзіңнің жаны бар. Дәл солай. Фрося, саған сыйлық әзірлеп қойып едік. Құттықтаймыз. Рахмет. Мағанша, мен марапатсыз қалам ба? Ең үлкен бәліш менікі ғой. Бедакор, қайда кеттің? Қайт кейін. Бар, ынта-шынтаңмен беріліп көйлек тігіп жүресің. Олар болса, сен туралы бір ауыз сөз айтпайды. Бедакор жан, аш тездетіп. Көк, шыққане. Есіктегі жазуды көрдіңдер ме? Қайдағы жазу? Айдақырмен кіруге тыйым салынған. Тап ертең келіп қоям. Бұл ненің есі? Таныс ес қой. Ненің құрметіне пісірдіңдер? Сенің құрметіңе тойдуман. Біздің теңдесі жоқ ажайып. Шыргөбелек айналып бәрін қайраттың. Бәрін айтты, бірін айт. Керемет. Сәнгердің құрметіне. Сен болмасаң қайтер едік. Демек болмаған ғой. Енді біз де ауыз тиеміз деп едік. Сән әлемінде қалай айтатын еді? Белиссимо. Фильм Қазақстан РТРК акционерлік қоғамының тапсырысы бойынша аударылып дыбысталған. 2017 жыл.